Қуанышты жаңалық. Бизнес бастаймын десеңіз жаңа мүмкіндік туды. Енді бизнес бастауға ниетті не кәсібін кеңейткісі келетін кез келген жас жеңілдетілген несие ала алады. Ірі микрокредиттерді берудің жаңа тетігі де әзірленіп қойған. Яғни 1 қаңтардан бастап 21 мен 35 жас аралығындағы жастардың сыйақы мөлшерлемесі 2,5%-дан аспайтын несиелерге қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Бірақ қарыз алу үшін кепіл қоюға міндетті болмақ. 1 қаңтардан бастап жастар үшін жеңілдікті микрокредит берудің жаңа тетігі енгізгелі отыр. 5 миллион теңге көлеміндегі микронесиелер 21 мен 35 жас аралығындағы қазақстандықтар үшін қолжетімді болмақ. Қарызды кәсіп бастауға немесе кәсібін кеңейту үшін де алуға мүмкіндік бар. Яғни тауар өндіру, қызмет көрсету, сату секілді бағыттарда жұмыс істейтін жастар несиені конкурстық негізде рәсімдейді. Ал бұл бастама кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде іске асырылмақ. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінің айтуынша, микрокредит кез келген мақсат үшін 5 жылға дейін, ал мал шаруашылығына 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Сондай-ақ негізгі берешек пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезеңі көзделген. Ол микрокредиттеу мерзімі ұзақтығының 1/3-нен аспайды. Қарыз аграрлық несие корпорациясы арқылы берілмек. Яғни екінші деңгейлі банктердің қатысы болмайды. Әрі жылдық сыйақы мөлшерлемесі 2,5% болып бекітіліп отыр. Бірақ 5 миллион теңгеге дейінгі кредитті алу үшін кепілге зат қойылуға тиіс. Сарапшы Мақсат халықтың пікірінше, қаржыны корпорация арқылы үлестіру құптарлық шешім. Себебі бұған дейінгі ірі жобаларды қаржыландыру кезінде екінші деңгейлі банктер үлкен тежегіш күш болған. Бірақ кемі 5000 жастың жұмыссыздық мәселесі шешіліп жатса, бастаманы қолдауға толықтай негіз бар дейді экономист.